Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен осындай керемет мантыны жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті заттар: пияз, асқабақ, фарш, ұн, жұмыртқа, сұйық май және жылы су, дәмдеуіштер қосатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға фаршымызды саламыз. Яғни кез келген бола береді. Мен сиыр етінен алдым, осылай шегілген ет деп жатамыз, кез келгені болады. Осыған пиязымызды саламыз. Дәмдеушілерімізді қосатын боламыз. Қалауыңызша тұз қосыңыз. Мен міндетті түрде мантыға қант пен қызыл бұрыш қосамын, және қара бұрыш. Қант қоссаңыздар бір ерекше кішкене дәм береді. Өздеріңіз қосып жасап көріңіздер. Содан сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырасыздар. Жақсылап араластырыңыздар, себебі осы дәмдеуіштің бәрі сіңу керек, бір-бірімен араласып. Одан кейін асқабағымызды саламыз. Кез келген асқабақты қолдансаңыздар болады, тамаққа арналған. Кез келген, оның түрлері көп қой. Кез келгенмен дәмді шығады. Міне, қараңыздаршы. Осылай сіңіп, тұзы сіңіп тұрсын. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырымызға жұмыртқамызды салып, жылы сумен осылай қамыр илейміз. Тұз қосып, суға тұзды қосуды ұмытпаңыздар. Міне осындай қамыр шығады. Қаттырақ болып иленгені жақсы, себеп сонда мантыларыңыз езілмейді. Міне 4 бөлікке бөліп алдым. Енді осыны жақсылап жаятын боламыз. Қамырды жайған кездерде жақсылап бірдей шеттерін басып, осылай асықпай жақсылап бірінші қолмен басып алыңыздар. Содан кейін қамыр жайған кезде міндетті түрде қатты күш салмай, екі шетінен осылай жайып отырсаңыздар, қамырларыңыз бір келкі әдемі болып жайылатын болады. Міне қараңыздар, жұқа болып жайылды. Міндетті түрде жұқа қылып жайыңыздар, себебі бұл қамырларыңыз езілмейді. Себебі қаттырақ қылып иледік және жұмыртқа қостық. Қамырларыңыз жұқа болса, мантыларыңыз өте дәмді шығады. Енді осы қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көлемін мантының, яғни қандай болғанын қаласаңыз, сондай бөліктерге бөліңіз. Мен осылай қамырды бөлген кезде өте үлкен қылмай, өте кішкентай қылмай, осындай бөлемін. Осылай бөліп аласыздар. Керек емес жерлерін алып тастасаңыздар болады. Міне. Манты жасаған кезде біліңіздер, әр мантыға осылай үлкен қасықпен бір қасықтай толтырып саламын. Сол маған жеткілікті қамырыма. Міне осылай екі шетін біріктіріп, осылай түйсеңіздер болады. Енді әркім өзінің қалауынша мантыны түйеді ғой, яғни бүгет деп атады кейбір жерлерде. Осыны өздеріңіздің қалауларыңша өстіп түйсеңіздер болады. Міне, мантыларым дайын болды. Бәрін бір келкі қылып жасап шықтым. Енді осы мантыларды, міне қараңыздаршы, әдемі болған қамыры жұқа. Осы мантыларды енді мантаваркамызға салып, міндетті түрде сыртын майлаңыздар, сонда мантыларыңыз жабыспайды және кеуіп қалмайтын болады. Міне 30-35 минутта пісіресіздер. Керемет болып шықты ғой, енді дәміне сөз жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер, ерінбеңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен әлі де көптеген рецепттерім шығатын болады. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.